министри болгон адамдын бүкүл Казакстанга таанылып кетүү мүмкүндүгү бар. Аймагамбеттин саясий амбициясы кандай? Премьер-министр ретинде көргүм келет. Педагог мәртебеси тууралуу заң эрлик эмес, ол автору Аймагамбетов эмес. Бейсенбаев ренжип отуруп, отставкага кеткенин каалайм. Бул мына заңда, мына буйрукта, мына заңда, мына буйрукта көрсөтүлгөн болду. Ренжимеңиздер. 10-11 сыныптардын окуулугунда өтө көп кате бар. Биздин балдар качан кате окулук менен окуйт? Диплом кучактап жүргөн жаштар көп азыр. Әкімдік өз істеуге тиісті шаруаны мектептің басына әкеп үйіп қойды. Сіз өзіңізді адалмын деп ойлайсыз ба? Аштан өліп бара жатсаң, Құранның өзінде шошқаның етін жеуге рұқсат берілген ғой. 1,3 миллиард кредитім бар басымда. Сіздің 2 әйеліңіз бар екен? Ең ауыры сол деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, Адал Адам YouTube арнасының көрермені. Мен журналист Дәурен Сейітжанұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазбілім жобаларының негізін қалаушы, ақын, блогер Аятжан Ахметжан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Аяке, сіз баспасөз бетіне көп шығасыз, телеарналарға да, YouTube каналдарға да. Енді өзіңіз сұранып жүр деуден аулақпын. Осы жерде маған бір ой келді. Сіз журналистерге сұхбат беруге бір үмітпен барасыз, бірақ сіз күткен сұрақты қоймайтын сияқты. Яғни солай жалғасып келе жатқандай. Менің білгім келгені, журналистер сізге қандай сұрақ қоюды ұмытып кетіп жүр. Немесе сіз қандай мәселені жұртқа жеткізе алмай жүрсіз? Жоқ, жалпы білім саласының сарапшысы ретінде мен әр саланың сарапшылары сол саланың плюсында, минусында, кемге тигіп жатқанда, оза шығып жатқанда үнемі саралап жүру керек деп ойлаймын да. Сондықтан білім саласының сарапшысы ретінде маған хабарласқан кез келген журналистке мен бірінші тақырыбын сұраймын. Қандай тақырып? Қай тақырыптың айналасында? Білім саласы, ұрпақ тәрбиесі ме? Онда барам. Менен экономиканы сұрасаңыз, менен тарихты сұрасаңыз, онда мен бармайым деген сияқты дүние. Өйткені әркім шымшық сойса қасапшы сойсын дейді ғой, әркім білгенін істеу керек. Ал енді осы тұрғыдан енді ал журналистердің сұрағына келетін болсақ, білім саласы өте үлкен. Оны бір сұхбат барысында қамту мүмкін емес. Сондықтан әрине кейбір журналистердің іздену барысында кейбір ұсақ дүниелерді маңызды деп, маңызды дүниелерді маңызды санамай жататын кездері көп болады. Ол білім саласындағы идеология мәселесі, білім мазмұны мәселесі, білім сапасы мәселесі, тәрбие мәселесі, ол өте өзекті дүниелер. Ал одан тыс білім саласындағы жекелеген тұлғалардың әңгімесі деген сияқты ол енді маңызды дүние емес. Енді баспасөз бетінде тағы жиі төбеге көрсететін тағы бір адам бар. Енді легендарный министр, қазіргі депутат Асхат Аймағамбетов жақында ғана сұхбат берді. Мәжілісте көтеріп жүрген мәселелердің аясында ғана сөйледі. Енді онсыз да ол мәселені көп адамдар біліп жүр ғой енді. Ол кісі де жұрттың назарында болайын, тұлғалық беделімді жоғалтып алмайын деген қағиданы ұстанатын сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді нақты былай деп топшылай алмайым. Бірақ министр болған кезде де көрдік, қазір де көріп жүрміз. Өзін мейлінше ашық ұстағысы келетін адам деп өзім солай ойлаймын. Өйткені енді депутаттардың, министрлердің қаншалық қарбалас жүретін кейбіреуі тіпті әңгімелесуге уақыт таппай жатады ғой. Ал енді ол кісінің бір Фейсбукта жұртты туған күнімен құттықтап отырғанда көресің де, соған қарап бір ашық бәрімен бір немені ұстағысы келетін шығар деп ойлайсың. Әрине, енді оның қаншасын көмекші істейді, қаншасын өз істейді білмейсің ғой. Аятжан Ахметжан деген есім қазақ педагогикасында желдей есіп тұр. Енді сізді іздейді, сізге сенеді, енді бәрекелді дейміз оған. Бірақ соңғы кездерде әлеуметтік желіде біртүрлі жазбалар қалдырып жүрсіз. Қудалау, із қазу, үн қазу басталды дегендей. Бұл кімге керек? Жалпы өзіңізді осы саладағы аса бір маңызды тұлға сезініп кеткен жоқсыз ба? Жоқ. Ол енді кешегі бір
немде тәтішка бірдеме тәтішка деген жалған аккаунтпен жазылған постты көрген шығарсыздар. Оның телеграм каналындағы пост. Ол өзім тұрғыдан, мысалы, менің қазір 7 өңірде мектеп, бір өңірде білім беру орталығы, 8 өңірде қазбілім жобасы жұмыс істейді. Қазбілім жобасында қазір 2200-ден астам оқушы білім алады. Яғни 2200-ден астам оқушының ата-анасының алдындағы сенімділік, 2200 оқушының жауапкершілігі, одан тыс қоғамда қаншама қолдап отырған адамдардың алдындағы жауапкершілік ретінде мен көп нәрсеге уақытылы жауап беруге тырысамын. Ал енді арттағы қудалауға келетін болсақ, ол бүгін басталған жоқ. Өткен жылы мәслихатқа сайлауға түскен кезде қолдан жасалған дүниемен ысырып тастау, әйтпесе мектеп директорлығынан енді кете қойшы деген тілек айту. Содан кейін бір облыстың білім басқармасының басшылығына әкімдіктен ұсыныс түсіп, келісіп, бүкіл құжаттарымды өткізіп болған кездегі біреулердің звондап конкурстан шеттету деген сияқты дүниелердің бәрі әрине қудалау екендігін бейнесі. Онан тыс, мысалы, жаңа жатқан мектептерге лицензия беру мәселесінде қолдан жасау, кедергі жасау деген сияқты дүниелер өте көп болды. Биылғы жыл 2023 шыны керек маған өте ауыр жыл болды. Соған берген бір жауап, етпесе мен білім саласында менен де мықты эксперттер бар. Менен де мықты мамандар бар. Мен қатарда химикпін. Сіз кімнің аяғын басып кеттіңіз? Мен соны түсінбеймін. Білесіз ба, кім тұрғанын? Осы сіз акцияның артында? Сіз айтып отырсыз ғой. Қазіргі министрлік тұр. Оны енді оларда бір қандай дәлеліңіз бар? Фейсбуктағы посттың астында комментарий ақ түсінікті. Фейсбукта пост мен туралы, астында комментарий министрді қолдаймын, білім министрін қолдаймын, оқу ағарту министрін қолдаймын деген бір ауыздан шыққан комментарийлер. Ол жерде министрдің пост мен туралы. Он жерге министрлік қолдау комментарий не үшін керек? Өйткені ана посттың авторлары мынаны қолдаңдаршы деген жазбада. Енді оны министрдің кеңесшілері істеп отыр ма, көмекшілері істеп отыр ма, замдар істеп отыр ма? Сіз нақты білмеймін. Министрдің өзіне болмаса да кеңесшісіне, ең болмаса вице-министрге шығып көрмедіңіз ба? Бұл не мәселе? Мен тамызда, шілдеде министрге хабарластым. Өзіне тіке. Қабылдаңыз, сөйлесейік деп. Жауап берген жоқ. Тамызда басқа бір адамдар арқылы хабарластым. Көмекшісі шықты. Сізді бүгін қабылдайды деп. 23 тамыз болатын. Кеш батқанша күттім. Жоқ. Содан кейін 31 тамызда мектептеріме қатысты қатты бір кедергілер мен шабуылдар болды. Соған байланысты тағы да комитеттің төрағаларымен жолықтым. Комитет төрағаларымен. Сол кездерде де сәлем айттым. Министрмен кездесейін. Мен өйткені бұл министрмен 2016-тан бері араласам. Министр болмай тұрып. Айттым. 4-ші қыркүйек күні тағы хабарласты көмекшісі. Сізді бүгін министр кездескісі келеді деп. Алла өкпір жоқ болып кетті. Содан кейін комитеттің, депутаттардың комитетінің бір отырысында тағы 4-5 адамға айтыпты. Айтшы, мен өзім шақырам, сөйлесем деп. Сөйлескен жоқ. Одан кейін қазан айында мен оның көмекшісімен жолықтым. Министр сізді осы апта қабылдайды деді. Жоқ. Вице-министрмен осы қараша айында сөйлестім. Енді білмеймін, қабылдаймын деп қойып қабылдамау, сөйлесем деп. Мен де ашық сөйлескім келеді. Мен сенің аяғыңды қай уақытта басып кеттім деп айтқым келеді. Мен сенің қандай кедергі жасадым? Сенімдісіз сол министрліктің ұйымдастырып отқанына? Сенімдімін.
Сенімді айта аламын. Оны мен емес елдің бәрі де біледі. Барынша қолдаған өздеріңіз Асхат Аймағамбетовтің осы сала жетекшілігіне келуімен білім саласының блогері деген ұғым пайда болды. Бұл Аймағамбетовке керек болды ма, әлде салаға керек болды ма? Егер салаға керек болса, осы білім саласының блогерінің ықпалымен қандай мәселе шешімін тапты? Әлде олар үлкен жүктердің пайда болуына атсалысты ма? Қателесіп отырсыз. Неден? Бұл Аймағамбеттің тұсында пайда болған жоқ. Ең алғаш блогерлермен кездескен ол Сағадиев. Тараз қаласында блог құрылтай өткен кезде Сағадиев барды. Сол жерде блог құрылтайды жаңылмасам 300-ден астам блогер қатысты. Сол кезде Сағадиев қатысты, келді, арнайы блогерлермен кездесу өткізді. Кейін, бір 2 айдан кейін министр ретінде блогерлермен жолықты. Қай уақыт бұл? Бұл 2017-нің наурызында блог құрылтай өтті. 2017-нің мамырында министрлік кабинетінде кездесті. 2017-те Таразда кездесті, наурызда. Мамырында кабинетінде кездесті. Ал жалпы блогерлермен келісу тек қана білім министрлігіндегі шаруа емес, барлық салада бар. Қоғам белсенділерімен, сол салалардың несімен. Енді Аймағамбеттің тұсында осы блогерлер деген қауымның басым бөлігі Сағадиевтің тұсында 4-5 мұғалім блогер, қалғаны өзге саланың блогерлері болса, мен енді ол блогерлермен кездесуде болған адам ретінде. Мысалы, Сағадиев министр ретінде кездескенде 25-тей адам бардық. Соның бір 5-еуі ғана мұғалім болса, қалған 20-сы қоғам басқа тарап еді. Аймағамбеттің заманында осы керісінше болды. Яғни кездескен кезде 20 шақты мұғалім, 5-6 басқа саланың адамы деген сияқты. Аймағамбетов жылына бір 2 рет белсенді мұғалімдермен жинап алып сөйлесетін ол әдеті болды. Аймағамбетов туралы айтып қалдық қой енді. Ол кісі мына істі жасады, мына істері ерлік болды деп санамалап айтып беріңізші, 1-2 деп. Ең біріншісі, қысқа нұсқа айтсаңыз. Ең бірінші бұл әліппенің келуімен бірінші, екінші сыныптан ағылшын тілінің, бірінші сыныптан орыс тілінің шегерілуі. Бұл ерлік болды, яғни министрлік өзі тұңғыш рет, мен көргендегі тұңғыш рет өзінің жасаған реформасының қате екенін, яғни 3 тілділік бағдарламаның қате екенін, әліппені алып тастаудың қателік болғандығын мойындап, 2 қателігін түзетті. Бұл бір. Екіншісі, ұлттық бірыңғай тесттің тазалануы. Телефонмен тапсыратын ұлттық бірыңғай тестті Дидар Смағұлов ол жерде көп еңбек сіңірді. Соның арқасында тазалану 2. Үшіншісі, педагогикалық мамандық ең төменгі мамандықтан ең жоғары мамандыққа шығуы. Ол жерде енді Аймағамбеттің еңбегі плюс деп бірінші айтайын, бірінші Тоқаевтың еңбегі, екінші Аймағамбеттің еңбегі шығар. Яғни Тоқаевтың мұғалімдердің жалақысын 4 жылда 2 есе көтеруі, плюс министрліктің педагог мәртебесі заңдар арқылы мұғалімдерді өзінің кәсіби жұмысынан тысқары жұмыстарды босатуы, сонымен бірге мұғалімдік мамандығына түсетіндерге жоғары стипендия тағайындау өзгелерден деген сияқты кешенді жұмыстар ең төменгі мамандықтан ең жоғары мамандыққа алып шықты. Яғни нақты мен цифрмен айта аламын, 2017 жылы математика мұғалімі деген мамандықтарға, мысалы химия мұғалімі деген мамандықтарға 60 грантқа түсе алатынсың. 2022 жылы 125 пен түсе алмайтын деңгейге кетіп қалды. Қазір 125, 120 сіз педагогикалық мамандыққа оқуға түсе алмайсың. Келесі қандай? Осы 3 дүние. Төртіншісі, бұны енді әртүрлі адам әртүрлі бағалап жүр. Мектептің бірден облыстық білім басқармаларына бағынуы. Мен осы жерде сөзіңізді бөлейін. Жаңағы мен де ақпарат құралдарын қарап шықтым. Бұған дейін де білім саласындағы жаңалықтарда хабарымыз бар. Жаңағы сіз айтып отырған Асхат Аймағамбетовтің 2 ерлігінің бірі, енді
ішіндегі екі еріктің бірі педагог мәртебесі туралы заң. Иә, екіншісі әліпбидің қайтарылуы. Жоқ, педагог мәртебесі туралы заң ерлік емес, ол авторы Аймағамбетов емес. Аймағамбетов емес қой. Емес. Кім авторы? Автор Назарбаев. Авторы Назарбаев. Иә. Бірақ мынадай нәрседе енді дұрыс, кез келген дүниенің, кез келген тапсырманың авторы бар. Ол президенттен келіп шығады. 2018 жылы одан хабарымыз бар. 2018 жылы 2017-де мен Сағадиевпен кездескен кезде иә, Сағадиевқа педагог мәртебесін қабылдау, заң қабылдау туралы ұсыныс айттым. иә. Сол кезде Сағадиев күлді. Қалай ол деп. Президент тапсырма берді. Кейін президент тапсырма берді, Сағадиев бастап орындады. Сағадиев бастап орындады. Аймағамбетов аяқтаушы болды. Иә. Бұл жерде Аймағамбетов аяқтаушы. Мен айтқым келгені, кез келген заң түгіл, бұйрықтың өзі кез келген сатыдан өтеді, қаралады. Ол қаншама қыруар жұмыстар бар, қаржыларын есептейді, талқылар өтеді. Мәжіліске дейінгі қаншама процесс бар. 2019 жылдың қаңтар айында бұл мәжіліске түседі. Мәжіліс бірақ кері қайтарып жібереді. Бірақ артынша министр болып Күләш Шәмшидинова келеді. Онан білесіз ғой. Күләш Шәмшидинова сол заңды жетілдіріп дайындайды. Яғни кем-кетіктерін бәрін түзейді. 2019 жылы сәуір айында ол премьер-министрдің сайтында да тұр, 15 сәуірде. Біз педагог мәртебесі туралы заңды дайындап қойдық деді. Енді тамызда парламентке қарауына ұсынамыз деді. Енді тамызда парламент жұмыс істемейді, енді әрине қыркүйекте, бірақ енді алдын ала жоспар дайындаған ғой. Жаңағы мұғалімдерге артық жүктеме бермеу, қызметінен тапсырмалар бермеу деген сияқты бәрі сол кезде қамтылып қойған. Осы брифинг бергеннен кейін, бір айдан кейін Асхат Аймағамбетов келеді. Яғни дайын заңды қыркүйекте қорғап шығады. Сіз осы жерде айтыңызшы, заң жобасын қалыптастырып парламентке алып бару қиын ба, әлде қалыптасқан заңды парламентте қорғап шығу қиын ба? Бір нәрсені қоса кетейін, содан кейін сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Дәл осы тұста Сағадиевтің тұсында басталған тірлік деп айтып отырмыз ғой. Сағадиевтің тұсында басталды. Заңды жасау тобының жетекшісі кім болды? Кім? Суханбердиева болды. Эльмира Суханбердиева болды. Иә, болды. Ол сәуір айында қолға алынып кетті. Тура осы мәселе кезінде қолға алынып кетті. Заңды жасау тобы жұмысын тоқтатты. Бірақ оған дейін заң дайындалып қойды ғой. Заң айтып отырмын ғой. Заң дайындалды, жұмыс тоқтады. Президенттік сайлауынан кейін Аймағамбетов келді. Қайтадан екінші жұмыс тобы құрылды. Екінші жұмыс тобы бірінші жұмыс тобының жұмысын жалғастырып алып шықты. Сондықтан заңның мына тармағы мен мынау қосты, мына тармағы мынау қосты деп айта алмаймын. Бірақ бір нәрсені ғана айта аламын бұл заң барысында. Заңды бастаған Нұрсұлтан Назарбаев, орындауды бастаған Сағадиев, ортасын жетілдірген Шәмшидинова, аяқтаған Аймағамбетов. Сондықтан бұл біреуінің еңбегі емес. Сіздің сұхбаттарыңызды қарадым ғой. Үнемі айтасыз, жаңа да айттыңыз, Аймағамбетовтің ерлігі де педагог туралы заң. Айтпадым мен. Сіз айтып отырмын, педагог мәртебесінің таңдайтындардың ең төменгі балдан ең жоғары балға шығуы. Соның ішіндегі бір себеп ретінде атап отырмын, заңның қабылдануы деп. Ол жерде Аймағамбетовтің ерлігі заң жасау дегенде мен айтқам жоқ. Сіз мен дұрыс тыңдады деп ойлаймын. Қазір халыққа, көпшілікке осы педагог мәртебесі туралы заңды Аймағамбетов өзі бастамаға көтеріп, қабылдағандай әсер қалдырады. Ол енді ақпараттық сауатсыздық деп ойлаймын. Иә, менің айтпағым, сіз білім саласындағы сарапшы мамансыз ғой. Кез келген нәрсені өзінің атымен атау керек та. Мысалы, жасады, мына кісі жасамады. Мынаның осынша үлесі болды, мынаның осынша үлесі болған жоқ. Ақ, қараны қара дегенде, кез келген министрге әділ баға беруіміз керек деген ой ғой менікі. Жоқ, бұл дүниені мен өткенде пост ретінде жазғам. Бір нәрсені ашық мойындайық. Енді қазіргі президенттің атына да айтылып жатты, бұл заңның авторы ретінде. Айтам, әділін айтайық. Назарбаев бастады, Сағадиев орындаушы,
Аймағамбетов аяқтаушы, Тоқаев қол қоюшы, бекітуші. Яғни бұл процесте бәрінің еңбегі бар. Жалпы осы мәселені осылай түсіндіру керек. Иә. Дұрыс ол. Бірақ қазір енді заңның Аймағамбеттің тұсында қабылданып кетуі, ол кісінің де бағы шығар. Енді жігіттің өзімен талассаң да бағымен таласпа дейді. Сол кезде қабылданып кетті, соның есімімен байланыстырып кетті. Әйтпесе ол дайын асқа келді. Енді айтыңызшы, әліппені қайтару туралы ол кісінің ерліктерінің бірі дедіңіз ғой. 2019 жылы, қателеспесем, наурыз айында Күләш Шәмшидинова әліппені қайтарамыз деп мәлімдеме жасайды. Бірақ биыл емес, келесі жылға жоспарлап отырмыз дейді. Енді әліппені қайтару да ол оңай шаруа емес. Сіз іздесеңіз, оның алдында іздеуіңіз керек еді. Оның алдындағы. Нақты датасын білмеймін. Интернеттен қатты іздесеңіз табасыз. 2018 или 17 кімнің Аймағамбеттің вице-министр болып тұрған кезіндегі дүниесі бар. Әліппені қайтаруымыз керек, қайта орнына келуіміз керек. Негізі ол қателік болды деп мойындап отырған. Нақты қай жерде? Нақты қай жерде екенін білмеймін. Интернеттен іздесеңіз табасыз. Жақсы, қарап көрейік. Менің көргенім ол кімнің ол Қарағандыға зам әкім болып кетті ғой. Иә. Соның алдындағы сөзі. Енді бұл жерде білмеймін. Процесс, айтқанда әліппені қайтару процесі Шәмшидинованың кезінде басталды. Өйткені Сағадиевтің кезінде басталды. Сағадиевтің кезінде басталды. Оны кімде сұхбатында айтыпты ғой? Бекболат Тілеухан. Әліппені қайтару менің еңбегім деп. Бұл айтқанда бұл еңбекке таласушылар өте... Енді жеңістің иесі көп қой. Иә, жеңістің иесі көп. Бірақ дегенмен бұған осы әліппені қайтаруға жаңағы қажырлы қызмет атқарған, сондай қазір шешім қабылдаған адамдарды да білуіміз керек қой. Енді бұл бастамада Аймағамбеттің бастамасы деп айта аламыз ба? Меніңше айта аламыз. Бірақ бұдан бұрын Шәмшидиновалар айтып отыр ғой. Бұл жерде процесс басталып кетті ол кезде. Саяси процессында айтқанда бұны да Аймағамбетов бұл жұмысты да аяқтады дегеніміз дұрыс шығар. Әліппені жасау, кез келген нәрсеге әділ баға беруіміз керек деп отқаным ғой. Жасау мәселесінен қарайтын болсаң, жұмыстың негізгі бөлігі Аймағамбет тұсындағы жұмыс. Мен бағана мұғалімдер мәртебесі туралы заңда айттым ғой. Негізгі бөлігі Сағадиевтің жұмысы, мұғалімдер мәртебесі туралы заңда. Ал әліппеде негізгі жұмыс Аймағамбеттікі. Жақында педагогтар президент атына үндеу жариялады. Яғни қазіргі министрдің отставкасын талап етті. Соны сіз ұйымдастырдыңыз ба? Ұйымдастырушы емеспін. Бірақ қолдадыңыз ба? Қолдаушыны білемін. Қолдаймын. Отставкаға кеткенін қалаймын. Бұнда қателеспесем 138 мұғалім қол қойған. Бұл Қазақстандағы білім саласында істейтін 500 мың адамның көзқарасы деп айта аламыз ба? Қазіргі министрліктің тарапында ауыз жабыңдар деген тапсырма көбірек, тіпті постқа байланысты. Ал оған қол қоюға қаншама ұстаздар қолдаймыз деп отыр, бірақ батпайды. Бірақ факт 138 ол жоқ, батпайды. Ол қол қою салу оңай нәрсе емес. Ол қол қойылғаннан кейін артына түсетін қудалауға жауап беру, ол белгілі бір деңгейде тәуелсіздікті қажет етеді. Ал ондай қоғамнан демократия... Ол мұғалімдер, жалпы мұғалімнің алдында қаншама бала бар. Оның негізінде сабақ беруден қолы босамау керек қой негізінде. Неге сол именно дәл 138 мұғалім ұйымдаса қалды? Таңғаламын. Мен хаттың мазмұнымен таныстым. Мазмұнынан алып тастайтын жерлерді алып тастаңдар деп айттым. Сіз өзіңіз жаздыңыз ба? Өзіңіз жазған жоқсыз ба? Жоқ. Маған хат келді, танысыңыз қол қоясыз ба деп. Айттым, бір 4-5 сөйлем сызып тастаңдар дедім. Мынау жала,
деп бір-екі сөйлем сызғыздым. Жала. Мына бір-екі сөйлем президенттің саясатына қарсы. Біз президенттің саясатына қарсы шықпауымыз керек. Жаңылмасам 4 сөйлем сөз сызғызып тастадым. Кезінде қол қойдым. Асхат Аймағамбеттің өзіне де сіз де талап қойдыңыз. Қойдық, иә. Енді Ғани Бейсенбаевқа да талап қойып отырсыздар. Иә. Жалпы жаңадан бірінші бір нәрсені шатыстырмайық. Асхат Аймағамбетовке кету талабын қойғанымыз жоқ. Ешқашан. Біз орындау керек талаптарды қойдық. Мынандай нәрсе жасалу керек, мынандай нәрсе жасалу керек. Мен соның ішінде видеосы да жүр. Ұлттық бірыңғай тест тазаламасақ, есі дұрыс маман тарай алмаймыз. Егер шынайы істеу ниетіңіз болса, педагогтарға есі дұрыс адамдардың педагогикаға келуін қаласаңыз, бірінші емтихан ұбытын тазартып алыңыз деген талапты қойдым мен. Мысалы, сондай талаптарды қойдық. Ал Бейсенбаевқа 10 ай күттік. 10 айдағы қабылданған шешімдер ақылға сыймағаннан кейін ұсыныс жаздық. Өзіне кездесуге, сөйлесуге. Жаңадан келген министрге бір айбат шегу, талап жасау, отставкасын талап қылу, қызметке келген министрді өз ықтарыңызға жығып алудың бір айласы емес пе? Емес. Эмоцияда сізді нақты не қалайсыз мысалы? Нақты шешімдердің дұрыс қабылдануын қалаймын. Мысалы, қараңыз. Мұғалімдердің аттестациясы 1 жылға шегерілді. Бұл қаншама мұғалімнің құқын бұзды. Неге? Министрлік өзі дайын болмаған үшін мұғалімнің құқын бұзу керек. Бұл не? Мысалы, мен модератор болайын, не? Мен модератор болам, 4 жылым келіп тұр, 5 жылым келіп тұр, мен сарапшы болғым келеді. Министрлік айтады, біз платформамыз дайын емес. Біз жүйеміз дайын емес. Сен 1 жыл тұра тұр. Мен әлі 1 жыл модератордың айлығын алып жұмыс істеуім керек. Қандай жүйе ол? Мұғалімдердің аттестациялау жүйесі. Дайын емес. Бұрынғы жүйені күшінен қалдырып тастады. Жаңағы U-Study ма қалай? U-Study'да тест тапсырады, сосын портфолио тапсырады. Бұл меніңше бұл бұрыннан қолданылып қалған мәселе сияқты. Нақты аргументтер. Бірінші, қаншама мұғалімнің құжатын неге бат? Ол келе ма? Біз мынандай дүниеде айтпасын, уәде бермесін. Биыл аттестаттау күзден бастап басқа жүйеде өтеді. Айтпайсыңдар, мынандай тест тапсырмайсыңдар, мынандай тапсырасыңдар, мынау 100 тест болады деген сияқты уәдені бәрін беріп тастады көктемде. Күзде келеді да 1 жылға шегере салады. 1 жыл мұғалімнің құқын шектейді. Бұл бір. Екіншісі, 2022 жылы ақпан айында білім мазмұнын жаңарту бойынша комиссия құрылды. 350 адамдық. Оны мамырда оқытты. Сосын оқу бағдарламасын жасау бастады. Жаңартылған бағдарлама 2016 жылы кірді. Бастап. 2017, 21-ге дейін, 21-дің шілдесіне дейін толық кірді. Енді білім туралы заңда оқулық 4 жылда бір жаңарады, білім мазмұны 4 жылда бір жаңарып отырады дейтін норма бар. Кезең келді ма? Жаңару керек па? Керек. Ал құрылып 200-350 комиссия құрылып бағдарлама жасап жатыр. Оның қай уақытта іске асатыны, іске аспайтыны, ана комиссияның қайда кеткенін ешкім таппай қалды. Сіз ол комиссияда сіз барсыз ба? Бармын. Мен химияның тобында бармын. Химия пәнінің пәндік бағдарламасы. Қазір де барсыз ба? Бармын. Химия пәнінің. Жұмыс тоқтады. 1 жыл болды, не істеп жатқанын білмейміз. Енді біз ойлаңыз, бағдарлама кемінде 2 жыл жазылады. Сараптамадан өтіп, міне, болды деп мөр басылғанша. Бағдарламадан кейін оқулық жазылады. Оның сараптамасы бар. Сонда кемінде бір білім мазмұнын жаңартуға тағы 4 жыл кетеді. Сонда ол комиссияны жоқ қылды, жоғалды. Енді білім мазмұны, жаңартылған білім мазмұнының қате екендігін бүкіл министрлік өзі мойындап отыр ғой. Мойындады бұған дейін. Жаңартылған бағдарламалар тұсында, енгізу тұсында мынандай қателіктер кетті. Оқулықтарда қате бар деп мойындап жүр. Жаңартайық та балалар қате оқулықпен оқи бермесін. Енді мына бағдарламаны жасау тобының жұмысын жүйелейік та. Алтынсаринге де айтамыз, реттейікші. Мынау кете берсе, осымен кете берсе. Мені ойлап
Енді бағдарлама жасалып, ол қабылданып, оның оқулығы жазылып, ол қабылданып болғанша 2030 болады. Өйткені сатылап келеді ғой. Бірден келе алмайды. Мен топта отырмын ғой. Жұмыс істелмей жатқанын көзбен көріп отырмын. Мен сыртта отырғаным жоқ. Мен сол топта отырмын. Жұмыс істелмей жатқанын көріп отырмын. Білім мазмұнын жаңарту өте маңызды. 10-11 сыныптардың оқулығында өте көп қате бар. Оны жаңарту керек. Біздің балалар қашан қате оқулықпен оқиды? Ана 2022-де құрбаған 350 комиссияны іріктеп құрбаған комиссияны. Ол қай жылғы оқулықтар? 16, 17, 18, 19 жазылған оқулықтар. Енді біз жылжуымыз керек қой. Тоқтат. 4 жыл қатарынан жазылған, дайындалған оқулықтар. Сатылап, бірінші жылы мысалы 1, 5, 7 кіреді деген сияқты кірді ғой. Екінші жылы 2, 6, 8 кіреді деген сияқты сатылап 11-ге дейін кірді. 20-22-де бұл процесс тоқтады. 20-ның қыркүйегінде ең соңғысы кірді. Ол 22-ның қыркүйегінде шілдесінде аяқтады ғой. Сол аяқтаудан бұрын ақпанда комиссия құрылды. Жаңа мазмұн жасалу үшін. Комиссия құрылғалы. Тура міне 1,5 жыл болды. Жарты жыл жұмыс жасадық. Шетелден маман әкеп бағдарлама жазуды оқытты. Жасап бастадық. Жоқ артты. Мысалы, осындай түйткілді дүниелер. 2 ма? Үшіншісі, білім министрлігінің аппараты белсенді мұғалімдардың үстінен ішкі істер министрлігіне арыз жазады. Ол негізі күлкілі нәрсе. Министр бір мектеп мұғаліммен айналыса ма? Оның жұмысы со ма? Және оның министрдің өзі де мойындап, біз арызды кейін қайтып алдық дейді. Жалпы жаңа сөзіміздің басында айттық та, Аймағамбеттің жақсы жұмыстарын айттық. Минустарын айтып өтікші, осындай мынау 1-2 деп. Минустар тура осы оқу бағдарламасына байланысты. Кетіп бара жатқан кезде де айттым мен. Кетіп бара жатқан кезде үлкен пост жаздым. Істей алмады деп. Осы оқу мазмұнын. Яғни бұл Ғани Бейсенбаевқа тән проблема емес, оған да тән. Оған да тән проблема. Өкінішке орай. Екінші. Ол бастады ғой. Қателігін мойындады. Бастады. Сол басталған жұмыстың тоқтап қалғанда мен Бейсенбаевқа ренжіп отырмын. Басталды ғой, 350 комиссия құрып алды ғой. Бюджет бөлінді ғой. Енді сәкенсі соңына шығару керек қой. Математика пән бөліп оқытамыз деген білесіз бе? Мен қателік деп сол кезде жаздым. Өйткені бюджет орындалмайды. Арнайы өзі мәлімдеме жасады. Математика пәнін бөліп оқытамыз. Бұл ситуациямен санаспау деп мен түсіндім ғой. Мысалы, қазір Қазақстанда демография дамып келе жатыр. Өзі 3 ауысымды мектеп түгіл, 2 ауысымды мектептің өзінде қазір сыныптар жетіспейді. Оны мен енді бір әлгі шамасына қарамай айта салу деп бағаладым. Оны орындалмайтын, енді сол кезде де айттым. Орындалмайтын 1-2 дүниесін айттым. Мысалы, мұғалімдар 2-ақ құжат толтырады деді. Одан да басқа да маңызды құжаттық дүниелер бар. Оның төменгі жақтың орындамайтындығын талай енді сынадық. Мен Аймағамбеттің тұсында да Аймағамбет министрлікте отырған кезде сынаған посттарым бар. Ол жерде біздікі мынандай ғой, ұсыныс, қазір ұсыныс неге әлеуметтік желіге қайта шығып кетті? Сағадиевтің уақытында бүкіл қоғам шулады ғой, мысалы. Әлеуметтік желіге. Неге шығып кетті? Өзі де тіке қабылдамағаннан кейін шығып кетті да. Енді тағы бір нәрсе минусқа жатқыза аламыз ба? Аймағамбеттің кезінде бұл да білім беру ұйымдары Собездің функционалдық міндеттерін атқарып кеткен сияқты. Мысалы, тамыз айында балаларға киім үлестіретін кезде мектепте бір ажиотаж пайда болады. Батқанда ата-аналар тарапынан, тіпті оқушылар тарапынан негативтер өте көбейеді. Бұл айтқанда, сол мектеп ұжымы, ұжым басшысы Айкәпір болып жүрді. Ол министрліктің қатесі дей алмаймын. Қазірде бар ол. Министрліктің қатесі дей алмаймын. Бұл таза жергілікті атқарушы органның қателігі. Мектеп директор болған адам ретінде айтатын. Әкімдік өз істеуге тиісті шаруаны мектептің басына әкеп үйіп қойды. Ол министрлік бүкіл... Министрлік қауқары жетпеді ме бұған? Жетпейді. Қара, бүкіл ана
мысал қараңыз, анау Аралдың түбіндегі немесе Маңғыстаудың түбіндегі жағдайы жоқ балаға бүкіл Астанада министрлік тарата алмайды киім. Немесе АЕСП-сін анылған ба анықталған ба деп анықтай алмайды. Өйткені көп. Бұл әкімдіктің жағдайы төмен аз қамтылған отбасыны қолдау немесі. Аудандық әкімдіктер тұр. Солардың базасында істеуге болады. Әр ауданның халқы өзіне тиесілі ғой. Оны әкеп мектепке жүктей салмайды. Ол таза әкімшіліктің ресурсты, мектептің, енді мектеп әкімшілікке қарайды ғой. Министрлікке қарамайды. Әкімдікке қараған әкімдіктің ресурсын пайдалану болды. Одан да басқа дем емес. Жас мамандардың толқыны қалыптасып келе жатыр. Жылда қаншама диплом алған жастар шығады. Енді ақын да жоқ, дәрігер де жоқ, құқық қорғаушы да жоқ, өрт сөндіруші де жоқ. Бізде де, журналистерде де жоқ мәртебе, педагогтарға бердік. Мұғалімнің мәртебесі де қонған жоқ. Заң бар, қонған жоқ. Енді дағдарыс жағдайындағы Қазақстанның ең көп жалақы төленетін мамандықтарының қатарына педагогтарды қостық. Енді барлық қоғамдық іс-шаралардан, қоғамдық науқандардан, атап айтқанда сенбіліктерден, рухани іс-әрекеттерден, оның ішінде газетке жазылуы бар. Осындай жауапкершіліктерден мұғалімдерді босаттық. Бірақ сол мәртебелі педагогтар дәл сол деңгейде ұлтжанды, елін сүйетін, білімді, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін сондай жастарды тәрбиелей алып жатыр ма? Жалпы оған сенім бар ма? Бұл процесс пу дейсап көзің жазылды ма дейтін процесс емес. Бұл процесс осы бағанағы сіз айтқан жағдайлардың жақсы жағынан бағанағы мен айтқан мұғалімдік мамандыққа ең жоғары бал алғандар барып жатыр. Қазір соңғы 2 жылда бітірген мамандарды, мысалы, кәдімгі қуанышпен қарсы аласың. Мыналар қандай жақсы мұғалім болады. Бұл процесс кемінде өнім беру үшін 10-15 жыл жүру керек. Ол бірден өнім бермейді. Себебі неге? 2091 жылдан 2018-2019-ға дейін кім мұғалім болды? Сіз мұғалімдік мамандықты бітірдіңіз, тарихшы бітірдіңіз мысалы. Неге мұғалімдікқа бармадыңыз? Мұғалімдік мамандыққа ең төменгі сарындағы адамдар барды. Жүр, оларды сіз қазір мектептен қуып жібере алмайсыз ғой. Мүмкіндігіңіз жоқ, өйткені мұғалімдер жетіспей жатыр. Педагог кадрлар жетіспейді. Енді бағанағы білімді толқын келген кезде бұның өнімі енді 5-10 жылдан кейін ғана шығады. Педагогтарға мәртебені берген соншалық, қазір олар директорларға бағынбайды. Директорлар қазір зажылап жүр. Білесіз бе, мысалы, бір мұғалімнің сабағына рұқсатсыз кіре алмайды. Өтірік. Ол директордың нашарлығы. Мен директор болдым ғой. 3 жыл директор болдым. 3 жыл директор болдым. Ол педагогты бағынбайды деген сөз. Неге керісінше қарамайды? Бағындыра алмайтын шығар. Мысалы, қазір министрлікпен екі ортада, осыдан 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын ба, министрлікпен мұғалімдер арасында үлкен бір чат ашылып қойған. Сол линиямен өздеріне ұнамайтын мәселелер болса, құқықтар тапталып жатса, немесе мұғалімдер сол жерге өздерінің арыздарын қалдырады. Директорлар содан да тайсалады. Енді өзі ақымақ болса, өз жұмысын білмесе, ол директор тайсалады. Біреуден ақша алып қойған болса, аздан салама деп қорқады. Ақшамен жұмыс қалған болса. Сағат беру үшін бөлген кезде ақша алған болса, қорқады. Мысалы 3 жыл директор болдым. Біз кәдімгі педагогикалық кеңестің шешімімен бекіттік. Ешкімнің сабағына ешкім сұранбай кіруге құқылы деп. Ол педагогикалық кеңестің шаруасымен шешілетін дүние. Мен айттым, менің сабақ кестем мынау, орынбасарлардың сабақ кестесі мынау. Бірақ алдын ала ескерту керек деген бар ғой. Жоқ. Қайда? Жоқ, біз ол педагогикалық кеңеспен шеше аласың ол мәселені. Егер директор білікті болса. Мен айттым, менің сабағыма кез келгенің рұқсатсыз кіре бер.
Ал мен де сіздердің сабақтарыңызға рұқсатсыз кіре берем. Кешегі бір сұхбатыңызда жалпы директорлар корпусын мықты қылу керек. Иә? Егер директорлар корпусы жалпы мықты болса, ол сол мектептің барлық стратегиялық көрсеткіштері бар ғой. Иә. Психологиялық, кәсіби, білім әртүрлі. Солардың көрсеткіштерінің бәрі жақсарады. Иә. Оқу ағарту министрлігі тарапынан қандай реформа жүргізілсе де, директор мықты болмаса, нашар болса іске аспайды. Ештеңе іске аспайды. Мүмкін осы директорлар корпусын мықты қылуға осы бағытта бір үлкен жұмыстар істеу керек шығар. Керек. Бұны үнемі Бұл мысалы былай айтқанда біз мұғалімдер мәртебесін мәселесін көтердік та, бірақ директорлардың беделін абыройын түсіріп алды. Директор деп қарамайық. Былай бір әкімшілік. Бір қарауыл сияқты болып қалды олар. Бұл жерде ең ауыр мәселе мынау болып қалды. Мысалы мен педагог шебермін, педагог шебермін. Мен 1,5 ставкамен, яғни 24 сағатпен сабақ берсем, стажымен, магистратурамен, анау-мынаумен есептеген кезде мен 500 мыңның маңайында жалақы аламын. Таңертең сағат 8-де келем, сағат 2-де сабағымды беремін, қайтам үйге. Енді мен оқу орынбасары болсам, немесе директор болсам, таңертең 7:30-да келем, кешкі 7:30-да қайтам. Жұмысым екесе ұзақ па? Екесі ұзақ. Ал айлығым ары кесе 250 мың. Мен 289 мыңмен директор болдым. Егер мұғалім болса, мен 500 мың алатын едім. Содан кейін мұғалім басқа қайтеді. Ал мұғалімда жауапкершілік не? Алдыңдағы сабағың, балаң болды, сенің сабақ берген сыныпқа ғана жауап бересің ары кесе. Директор болсаң, орынбасар болсаң, бүкіл мектепке жауап бересің. Енді алға сөйлейтін директор ғой. Сондықтан жұрт қашады. Қазір Атырау облысында бәлен директордың орны бос тұр. Мысалы, Астана қаласының өзінде қазір қай мұғалім қандай? Енді адами фактор ғой енді. Иә. Ол білікті де болуы мүмкін, бірақ жанын салып сабақ бермеуі де мүмкін. Иә. Ол директор ол мұғалімге сөз жүрмейді. Обязательно есігін қағып, ескертіп кіру керек. Жоқ, мен директорлар айтып отыр бұны маған. Мен мемлекеттік мектепте директор болдым ғой күні кешеге дейін. Маусымның аяғына дейін. 2020-ның қыркүйегінде келдім мемлекеттік мектепке директорға, 2023-ның шілдесінде маусымның аяғында кеттім. Бір ондай мәселе болған емес. Жалпы директорлар корпусы бір әлсіз екенін мойындайсыз. Директорлар корпусы әлсіз екенін мойындаймын. Егер әлсіздікті бағанағы мұғалімдердің бәлеқорлығымен шатастырмау керек. Ол да бір фактор ретінде алуға болатын шығар оны. Қазір сауатсыз болсаң, әркім бей саған. Сауатты болсаң, мұғалімға дәлелдеп берсең, міне, айлығың былай есептеліп тұр, мына мектептегі сағат мынандай дүниемен бөлінген, мына дүние мынандай жауапкершілік, бұл мына заңда, мына бұйрықта, мына заңда, мына бұйрықта көрсетілген болды. Ренжімеңіздер. Менің қол астымда 120 мұғалім болды. Бір мәселе туындаған емес. Жақсы, енді мына нәрсе керекші, мектептерге жұмысқа адам қабылдау. Еңбек кодексінен бөлек, соған негізделген жұмысқа қабылдаудың бұйрығы бар. Иә. Мысалы, мен жас кадрмын. Балаларға сабақ бергім келеді. Жаңашылмын. Өте ізденімпазбын. Бірақ сіз осы салада 5 жыл болған, 10 жыл болған, бірақ өзіңіз педагог ретінде өзін көрсете алмаған мамансыз. Бірақ екеуміз сол конкурсқа келгенде сіз өтіп кетесіз. Бұл жас кадрлардың тамырына балта шабу емес пе? Диплом құшақтап жүрген жастар көп қазір. Балта шабу. Бұл да сол кімнің кезінде бұл пайда болды? Бұл білім министрлігі бар болғаннан бері пайда болған дүние. Бұрыннан бар, Бұрыннан бар. Бұны, мен айтым, бұл жерде директордың ғана қолындағы дүние. Жұмысқа қабылдау, Иә. Оны мың жерден біз қандай бұйрық шығарсаң да, ол бұйрық, заң деген нәрсе біздің елде мынандай дүние ғой. Мынау жол. Жолда пробка тұр. Мына жерде кармашка тұр, айланып кетеді. Жолды жақсы білесің, кармашкамен айланып, пробкаға түспей өте шықтың. Шеберлігің ба? Шеберлігің ғой. Тура кез келген директорда
кез келген қоғамның мүшесінде айналып кететін кармашка бар, кез келген заңда біздің. Кармашкалардың бәрін жабу мүмкін ба, мүмкін емес, білмеймін. Енді сондықтан мен айтамын ғой, сондықтан бәрі директорға байланысты. Егер директор таза болғысы келсе, ол басқа мәселе. Бірақ енді мысалы менің өзімнің қазір қолымдағы 7 мектеп бар. 7 мектебімде 80% кадр жас маман. Өзім тәрбиелеп, кәдімгі өсірген жас мамандар. Енді өзі сот процестеріне де сіз қатыстыңыз ғой, жалпы өміріңізде? Қатыстым. Енді судья өзінің қабылдаған үкіміне жауапты болады. Кейде балалар бұзықтық жасайды, адам жасамайтын қадамдарға барып жатады. Сондай кезде ата-ана міндетті түрде енді ол жауапты, одан бұны алып тастай алмайды ешкім. Бірақ дәл осы жерде біз мұғалімнен де талап ете аламыз ба, қайда қарап отырсын деп. Мысалы, менің 4 бірдей балам мектепте оқиды. Кейде таңнан кешке дейін, кейде түске дейін, немесе түстен кейін мектепте уақытын өткізеді. Айтқанда күннің жартысы кейде 3-тен 1 мектепте өткізеді. Бұл жерде бір ғана нәрсе. Мен ата-ана, мұғалім деп бөлуге қарсымын. Әркімнің өзінің жауапкершілігін толық атқару керек. Егер ол бала сабақ кестесі бойынша, мысалы таңертең 8-ден сабақ басталады, сағат 2-де аяқталады дейік. Сағат 8 бен 2-нің арасындағы жауапкершілік болса, мектептің территориясында болса, мұғалім мектеп әкімшілігі жауап беру керек, 100%. Ал сағат 2-де бала үйіне қайтып кетті, сағат 4-те көшеде бір нәрсеге ұшырады. Онда ата-ана жауап беру керек. Мен өз мектептерімде ата-аналарға айтамын да, білім біздің шаруамыз, 100%. Сіз педагог емессіз, сіз балаңызды білімін көтеруге мемлекет сізге ақша беріп отырған жоқ. Ал біз баланың білімін көтеруге бізге мемлекет ақша беріп отыр, мұғалім ретінде мысалы жалақы төлеп отыр. Онда білім беру біздің проблемамыз, біздің жұмысымыз, 100%. Ал енді тәрбие процесіне келген кезде ол 70-80% ата-ананың проблемасы, 20-30% мектептің, мұғалімнің жұмысы. Неге 70-80%? Бала мектепке дейін қанша жыл үйінде болады? Бала бақшасымен қосқан кезде 7 жыл үйінде болады. 7 жыл баланы тәрбиелеген кім? Ата-ана. Одан кейін бала мектептен таңертең 8-ден 2-ге дейін болса, ары кез 3-ге дейін болса, қалған түнімен, кешімен тамақ барысындағы тәрбие кімдікі? Ата-ананікі. Мұғалімнің үлесі ана жердегі 8 сағаттық дүние. Сондықтан бұл процесте нақты осындай айқындық болу керек. Бізде өкінішке орай бір жауапкершілік жетіспейді. Біз білімге де жауапкершілікті ата-анаға лақтырып қойғысы келетін мұғалімдер мен мектептер бар. Бір сабақтан үлгерім нашар болса, репетитор жалда, үйден оқыт дейді, репетитор жалда дейді. Бұл 100% қателік. Бұл трагедияны тудырған Сағадиевтің 2016-та қабылдаған бұйрығы. Сосын енді бұл сұрақты қоямын деп ойлаған жоқпын, бірақ ата-аналар жиналысы болады да. Мен ата-аналар жиналысына барып қалсам, қолымызға бір парақ береді, бір ручка береді. Аттарың жазыңдар, армандарыңды жазыңдар. Не нәрсе ол? Біз баламыздың білімі қандай, тәрбиесі қандай, сонысы білуімізге мен сұхбаттарымды көріпсіз ғой бәріңіз. Бұған дейінгі бір сұхбатымда қайдан шыққан қиял бұл? Қайталамай қояйын. Білім саласын шоу ойландырып жүрген жаңартылған бағдарламаның. Шоу деп жүргеніңіз осы ма? Иә, шоу ойынды. Сіз қорғайсыз. Кіріп қаласында не болды? Бір рет ата-аналар жиналысына кіріп қалсам, бәрі тұрып тікесінен тік тұрып, төбесіне бірдеңе қойып алған. Астапыралла дедім, аманшылық па деп. Жақсы, бұл шоу дедіңіз ғой. Енді мына нәрсеге бір саяси мәселе. Жалпы білім министрі болған адамдардың саяси амбициясы бір зор болатын сияқты. Мысалы, Көшербаев мемлекеттік хатшы болды, Бақытжан Жұмағұлов сенатор болды. Партия төрағасының орынбасары болды, сосын парламентте фракция жетекшісі болды содан кейін. Одан кейін Тасмағамбетов АП-ға барды, мемлекеттік хатшы болды. Тасмағамбетов министр болған білмеймін. Болды. 2000 жылдар ғой деймін. Көрмегем. Болғанын білемін, көрмегем. Үкімет басшысы болды деген сияқты. Қазір ОДКБ-да, сосын Күлекеев, кезінде оған қарсы қозғалған қылмыстық істе оның саяси амбициясын басу бағытында жасалған сияқты деп ойлаймын да кейде.
Жалпы білімге министр болғандар сол министрлікке бір саяси мақсатпен баратын сияқты. Сондай бір әсер қалдырады. Әлде барғаннан кейін болашақ электораттың күш қуатын көргеннен кейін пайда болатын саяси амбиция ма? Енді бұл да сол өздеріне қойылуға тиісті сұрақ қой. Бірақ мен былай жауап беріп көрейін. Сіз енді сайлауға түсіп жүрсіз, енді саяси сахнада да өзіңіздің бір қырларыңызды көрсетіп жүрген азаматсыз ғой. Ешқандай министрлік қазір және екіге бөлінді ғой, кезінде білім және ғылым бір министрлік болды ғой. Ешқандай министрліктің жұмыс істейтін адамдарының көлемі білім министрлігінің 20%-ын құрамайды. Яғни білім оқу ағарту министрлігі, қазір оқу ағарту министрлігі дейік, оқу ағарту министрлігінің қол астында 3 миллион оқушы, 3 миллион балабақшадағы бала, 500 мың педагог, бағанағы 6 миллионның ата-анасы, яғни бүкіл Қазақстан бар. Басқа бірде-бір министрлікте бұндай адаммен жұмыс істейтін мүмкіндік жоқ. Енді 500 мың педагог. Сондықтан бұл жерде әр үйде 2-3 адамдар бар депсек, өзіңіз айтқандай. Бұл жерде білім министрі болған адамның бүкіл Қазақстанға танылып кету мүмкіндігі бар. Мысалы, сіз көшеге шығып сұраңызшы, білім министрін білу мүмкін, мысалы, мысалы, аэроғарыш министрі, немесе өнеркәсіп министрлігі сұраңызшы. Ондай министрлік бар екенін де білмейтін адамдар бар. Бірақ бәрібір министрдің бар екенін біледі. Тура осыған мәселеге байланысты шығар, оны мен басқа білмеймін. Жаңа айттық қой енді, бұл сайлаушылардың жартысы ғой. Жартысы емес, көбі, басым бөлігі. Сосын мұғалімдер міндетті түрде дауыс береді ғой. Енді осындай электоратты көргеннен кейін өзгеріп кете ме деген ой ғой. Енді мынадай нәрсе. Енді Аймағамбетов педагог мәртебесі заңы аясында өзінің негізінде абыройын асқақтатты ғой. Осыны өзіне бір тиімді пайдаланғанда сияқты. Жалпы сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Аймағамбетовтың саяси амбициясы қандай? Білмеймін. Президент болу ма, премьер-министр болу ма? Білмеймін. Педагог, біз қандай да кездессек, министр кезінде көп кездесім, мен депутат болғалы жаңылмасам бір-ақ рет кездесім. Кездессек тек қана білім саласының айналасындағы мәселелерді ғана талқыладық. Мен ешқашан Аймағамбетовпен саясат талқылап көрмедім. Жарайды, оның сондықтан амбициясы бар ма, жоқ па, өзі білер. Өзі білер. Бірақ енді кез келген саяси қызметтегі адамның белгілі бір дәрежеде амбициясы болады ғой, енді ол аңғал балаға да анық нәрсе деп өзім ойлаймын. Бір теория бар ғой. Жалпы енді не деуші еді? Солдат болғаннан капитан болу. Енді сондай бір. Ол енді бір заңдылық, дұрыс нәрсе деп өзім ойлаймын. Сондай бір дұрыс деп нәрсе деп ойлаймын. Туындауы мүмкін енді үлкен билікке барғаннан кейін, ары қарай барып көргісі келеді деген сияқты. Сіздің өзіңіздің ойыңызша, мысалы, сіз оны қандай биіктен көргіңіз келеді? Премьер-министр ма, АП басшысы ма, президент па, мысалы, өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы. Қандай биіктен көргіңіз келеді? Мен премьер-министр ретінде көргім келеді. Енді президент ретінде білмеймін. Мен оның, өйткені мен айтпаймын, ол саяси көзқарасы турасында әңгімелесіп көрсем мүмкін. Оның педагогикаға көзқарасын, білім саласындағы көзқарасын, ғылым саласындағы көзқарасын жақсы білем. Бірақ оның халықаралық қатынас туралы көзқарасын, экономика, инженерия, басқа көзқарастарын ішіне білмеймін. Яғни Асхат Аймағамбетовты үкімет басшысы, премьер-министр ретінде көргіңіз келеді? Көргім келеді, Енді білім саласының министрі болған адам ретінде шебер менеджер екенін мойындаймын. Қазір енді мұғалімдерде осы азамат президент болса екен дегенде пікірлер айтып қалып жатады. Ондай комментарий көп оқисың ғой. Оқып жүрміз. Жалпы президент болуға да лайық деп ойлайсыз ба өзіңіз? Білмеймін. Шынын айтайын. Айтып отырмын ғой. Мен оның менеджерлігі мен педагогикалық бағыттағы көзқарастарын білемін. Бірақ
Бізде енді жалпы Қазақстанда бірақ бізде ғой былай ғой, қазір мысалы Ринатты да президент болғысы келетін дейтіндер көп мысалы, Ермұрат Бапидің да немде көп мысалы. Кім танымал, соны президент ретінде көргісі келетіндер өте көп бола салады. Сізде өзіңіз осы саяси додаларда бір төбе көрсеттіңіз. Сіздің де бір амбицияңыз зор сияқты. Менің амбициям ел алдында көп жүресіз, осында сізге бір үміт сыйлады ма? Жоқ, мен өзімнің мүмкіндігімді, мен шетте туған қазақпын. Елге нақты қызмет ету үшін келдім. Мен егер тұрмыстық шарт жағдай болса, Қытайда тұрсам бұдан бай болатын едім. Әлде оқуға ағарту министрі өзіңіз болғыңыз келе ма? Мен биографиямда, географиямда келмейді. Мен Конституциядағы бірінші баптан бастап Конституцияны толық ұстанғым келеді. Конституция бойынша біз мемлекет құқықтық, зайырлы, демократиялы мемлекет. Жоқ, енді министр болуға географияның қатысы жоқ қой? Құқықтық тұрғыда келмейді. Қалай келмейді? Министр болу үшін этаптардан өтуім керек. Менің ең жоғары лауазымым мектеп директорлығы. Министр болу үшін департамент басқаруым керек, вице-министр болуым керек. Немесе мәжіліс депутаты болып төмен түсіңіз. Енді сонда кімнің оқуға ағарту министр болған қалап жүрсіз? Отставкаға кетіріп кімді? Мен біреуді қалағандықтан біреудің мүддесін ешқашан соқпаймын. Соқпағанмын. Соқпаймын да. Ешқашан жеке адамның мүддесін соқпаймын. Маған білім саласына шынайы жанашыр, шынайы мәселе, басқа саланың мәселесін кейінге сызырып шешуге болады. Бірақ білім саласы мәселе үнемі бір тез жылдам шешіп, жаңа мәселелердің тудырмауына алдын алып, шешіп отыратын министрді көз алдыма елестетемін. Өйтпесе болашақтың тағдыры қиын. Шыны керек, білім саласындағы проблема ол бүкіл қоғам мойындайды, өте ауыр. Қай бұрышын теріс түртсең де проблема шыға келеді. Ал оның үстіне проблема жамалып жатқан кезде мен өзім шыдай алмадым, сондықтан талап еттім. Жаңа проблемалар қосылса бұл сала ертең не болып кетеді деген сұрақ мені ауырлайды. Ауыр сұрақ. Сондықтан әйтпесе біреу мынау министр болу үшін сол үшін жүгіріп жүрмін деген дүние енді мен ақымақтық деп ойлаймын. Ол тем более министр болуды кім шешеді? Президент шешеді. Президенттің ісіне араласпайсың. Қаз білімге қарасты 6-7 мектеп бар, 7 мектеп, бір білім беру орталығы бар. Бір қалада білім беру орталығы, 7 қалада мектеп. Сіздің постыңызда оқып қалдым, оның арендасының өзіне айына 50 миллион кетеді. 70 миллион кетеді. 70 миллион кетеді. Оның ішінде құрал жабдықтармен жабдықтаудың өзіне одан 2 есе ақша кетеді. Айналдырған 1,5-2 жылдың ішінде. 1,5-2 жыл емес, мен Қазмұнай компаниясының 2024 жылы 10 жылдығын тойлаймын. 10 жыл. Наурызда 10 жылдығын тойлаймын. Инвесторлар бар ғой негізінде? Жоқ. Сіз өзіңіздің қаржыңыз ба? 1,3 миллиард кредитім бар басымда. 1,3 миллиард кредитім бар басымда. Сіз жалғыз құрылтайшы өзіңіз ба? Өзім жалғыз құрылтайшымын. Адал адам деген кім сіздің ойыңызша? Адал адам деген өзінің істеп жүрген әрқандай тірлігінен ертең ұялмайтын адам айнаға қарағанда. Ал адал адам теориясы мен үшін сол. Мен ертең қандай да бір жасаған тірліктерімнен ұялмайтын болуым керек. Сіз өзіңізді адалмын деп ойлайсыз ба? Қазірге адалмын. Болашақта да адал болуға тырысамын. Қолымнан келгенін жасаймын. Жақсы. Ал енді болашақта кімнің алдына кім шығыпты? Құдай сақтасын. Бұрыс жолға түсіп кетуден Құдай сақтасын. Және бұрыс шешім қабылдауға мәжбүр болудан Құдай сақтасын. Ең ауыры сол деп ойлаймын. Өйткені бір еріксіз қабылданатын шешімдерге бір дүниедегі ең қиын нәрсе дейді ғой, шарасыздық деп. Шарасыздықтан бір сен ашықсаң, шарасыздықтан аштан өліп бара жатсаң, Құранның өзінде шошқаның етін
жеуге рұқсат берілген ғой. Тура сол сияқты бір өзіңді бір шошқа етін жеуге рұқсат берген ба? жеуге болады дейтін немене бар да. Үкім деп айтамыз ба, ғұламалар неміз, иә? Үкім бар. Ашығып өліп бара жатсаң, өмірдің сақтайтын жол сол ғана болса дейтін. Тура сол сияқты бір одан басқа шешім жоқ. Енді өте-мөте енді көп адам айтады ғой, балаңның тағдыры арасында алдында қабылдап жіберуің мүмкін деген сияқты. Сондай бір шарасыздықтан Құдай сақтаса, енді ғұмырдың соңына дейін адал өтуге тырысамыз. Сіздің 2 әйеліңіз бар екен. Оларды жағдайын жасау сізге қиын болып жатқан жоқ па? Мен педагогпын. Мен ұстазбын. Сондықтан өсек пен төсектің басындағы біреудің жеке мәселесіне араласуды арсыздық деп санаймын. Ол енді жеке мәселе дұрыс қой, бірақ енді жеке мәселе екі отбасын асырап отыруда үлкен бір ерлік деп ойлаймын енді. Үлгі ретінде айтып отқаным ғой мен бар емес. Екеуі ма, біреу ма, ол сіздер білмейсіздер ғой, өзім білемін ғой. Ол менің жеке мәселем. Жақсы. Отбасыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын, білім саласындағы жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Рахмет. Сұхбаттасуға келісіп, ашық пікір алысқаныңызға көп рахмет. Қадірлі біздің көрермен, бізді ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Біздің каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.